еркектерді. Қамау ғой, түрме ғой өмірлерің. Түрмеге қамап келеді да, сосын бүйтіп сәл шығарып қалған кезде ана әйел деген дейді да, білгенін істейді ғой. Вот измена жасайтын әйелдер көбіне тұйық, сол жаңағыдай абьюзерлік қарым-қатынаста бүйтіп қадалып түрмеде қамалғандай ұсталған әйелдер, свободаның не екенін білмейтін әйелдер көбіне изменяют, вот честно. Потому что олар білмейді, бос свободный өмірді білмейді олар. Білмеймін, қалай таңдайсыңдар бар ғой осындай еркектерді. Күйеуім қатты қызғаншақ, бір өзімді ешқайда жібермейді, постоянно или өзі апарады, или қызымен жібереді, еще қатты боқтап ұрсады, не болса да при этом очень сильно любит, как понять. Қойшы, кім? Вы думаете, это любовь, что ли? Любовь, когда ты заботишься о человеке. Любовь, когда сен оны не принуждаешь өзінің понятияңмен өмір сүруге. Любовь, это когда ты даешь свободу, выбор. Қайдағы любовь сендерде? Айтыңдаршы маған. Боқтап, іртіп, шіртіп отырады. Не баратын жеріңе барамайсың. Что это за жизнь у вас? Еще ол сондай абьюзер, тирандардың әйелдері жертва болып келеді. Он меня любит очень сильно. Ты думаешь, если он вот так неадекватно ревнует, ты думаешь, это любовь? Вы о чем? Айдана, мне понравился друг своего мужа, а у него тоже есть жена, не знаю, как справиться с чувствами. Тасташ, Карина. Зайбал, Карина, қойша. Бір неғым айтып кесіңдер, у меня есть чувство. Бля, ешқандай чувство жоқ сен ана қолдарына. Ты просто ешқандай любовь емес. Любовь деген ол басқа, жандарым. Сенде ана пошлый ойлар ғой, періскің келеді. И чё перістің, дальше что? Ол еркектің өзінің отбасы бар емес па? Сенің өзің байың бар. Неге ондай лас болып кеттіңдер, құрсын? Қылықты бойжеткен бір от курс қой, қыздар, словами не передать дейді. Спасибо. Жігітім мені қатты жақсы көреді, бірақ басқа қыздарға, блогерлерге лайк басу нормама, мен бірақ қызғанамын дейді. Сен қызғанасың, сен оны қатты жақсы көресің деген сөз. Жігітің сені жақсы көрмеді, отвечаю, блядь. Просто сен оған ыңғайлысың, сен беліңді құшақтауға, емшегіңді мыжып қалуға, сүйем деп сүйісіп, тамағыңа дейін жаңағыдай. Бірінші тілін су, дальше и дальше. Ешқашан сені жақсы көрмеген, не жақсы көрмейді, сені алмайды. Басында қатырмашы. Сен оны жақсы көресің, қызғанасың. Өйткені сүйесің, обожаешь. Даже целкіңді просто так бере салған шығарсың, я? Молодец. Квартираға апарды, бере салдың. Может, даже машинаның ішінде. Ренжімеңдер, қатты айтамын, но это факт. Айдана, бұрында по ошибке жігітіме измена жасап, сол басқа жігіт үшін енді өзімнің жігітіммен қайта қосылғым бетіме басады, но енді местер ретінде маған измена жасады, ұрсып жүрген. Ну, нормально, осындерге қойшы, сұрақ па осы, да. Сен оған измена жасайсың, ол саған измена жасайды. У вас это норма, блядь, на изи. Живите так дальше. В чем проблема? Болады ондай отбасы. Вот. Я понимаю, сендер шындықты естігілерің келмейді, сендерге ауыр деген сияқты, но кешіріңдер, мен сендермен церемония цейді отырамайды екенмін, беттеріне қарап жаңағыдай. Энергияны қалай көтерсек болады? Менде дым энергия жоқ жұмысте. Надо ли ревновать парня, если нет ревности, как вообще вести кім таста? Айдош, маған харизманың басым жігіт ұнайды, күйеуім салмақты. Айдош, маған харизмасы басым жігіт ұнайды, күйеуім салмақты дейді. Персе сал, онда харизмасы көп екен деп. Күйеуім компьютер ойнайды, мен кетсе жынданып бара берме деп, оны аңдып отырамын, не істеймін дейді. Күйеуің сенің балаң, сен оның анасысың. Күйеуің зависимый, сен созависимаясың. Күйеуің абьюзер, а сен жертвасың. Вот и полный список сендердің симптомдарының. Атыр деген едің, қалай не істеуге дылды мен. Егер оған приятно болса, пожалуйста. Мен сыртқа шығуға тырысқан сайын мені айналып келіп тыға береді үйге. Вот. Айдана ханым, нормально показывать. Айдана ханым, нормально, но хочу прям сонда дейді. Көрсете бер, ашық көрсет прям. Ештен етпейді. Екеуің ерлі зайыптыларсыңдар. Жасым 17-те, жігітім 4. Сосын айырылсасыңдар. Сосын бір далбайып тауып аласың, соған бай ашық бересің. Обычно сен сияқты қыздар солай істейді. Ну, ақылды болса, да, ақымақ болса жүре береді солай. Тәтелер, ренжіме дедім сендерге, блядь. Татешки, вот, не обессуйте, вот, честно, бар ғой.
50-дегі 60-дағы кіріп аласыңдар, отырасыңдар, возмущаться етіп, неменеге боқтайды осы, жып-жас қыз баласы боқтайды ма деп. Да, қыз баласы аққоянда боқтап қояды, оның бірі мен. Ага, окей. Көресіз ба, тып-тыныш көре берді, әде? Возмущаться етпей только, хорошо? Бәрі аққоянда. Так. Ой, мыналардың шектері қатқапты. Күйеуімен ренжісіп қалсақ, мен бірінші кешірім сұрап отырам, хотя ол кінәлі болса да дейді. Кешірім сұрай бермесейші енді. Ол сұрасын да арасында.